Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Біз бүгін Шыңғыс ханның руы қандай болды деген тақырып жөнінде әңгіме жүргізетін боламыз. Бұл әңгіменің, бұл тақырыптың көпке созылатыны белгілі. Сол себепті бұл видеоны біз бірнеше тарауларға немесе бірнеше бөліктерге бөліп шығаратын боламыз. Ал енді бірінші кезекте қазақтың құрамына кіретін дулат руы жайлы әңгімемізді бастайтын боламыз. Яғни дулаттардың шығу тегіне байланысты ақпарат. Бұл ақпараттардың барлығын біз Жамиғат Тауарих кітабынан, яғни 1316 жылы Рашидаддин Фазлуллах Хамадани тарапынан жазылған бұл кітаптан алатын боламыз. Ақпараттардың барлығын. Бұл еңбек бүкіл әлемнің ғалымдары мойындаған кітап болып табылады. Сондай-ақ түркілердің тарихы, Шыңғыс ханның тарихы жайлы ең ауқымды келтірілген деректердің бірі жинақталған кітаптар қатарына жатады. Жамиғат Тауарих кітабының 207 бетінде Дұқылат тайпасы Түнбине ханның 8-ші Боданжар деген ұлынан тараған жайлы айтылады. Шыңғыс хан тайжуыт руларымен соғысып жатқан кезде бұл ру Шыңғыс ханмен одақтас болып әскеріне қосылды деген деректер келтіріледі. Бұл деректен дулат руының шығу тегі Түнбине ханға барып тірелетіні белгілі болды. Бұл жерде бір нәрсені айта кету қажет. Бұл жердегі келтірілген Боданжар, яғни Түнбиненің 8-ші баласы. Бұл Шыңғыс ханның 9-ші атасы Боданжармен шатастырмау қажет. Түнбине ханның да 8-ші Боданжар деген баласы бар болғанын біліп отырмыз. Сондай-ақ Шыңғыс ханның 9-ші атасының аты да Боданжар болған. Ал енді Түнбине хан жайлы ақпарат берейік. Түнбине хан деген бұл Шыңғыс ханның 4-ші атасы. Кітапта баяндалуынша, оның ақылды, қабілетті әрі ержүрек 9 ұлы бар болған. Олардың әрқайсысынан сый құрметті, атақты болған тармақтар мен рулар пайда болған. Қазіргі таңда ол рулардың әрбірі саны бойынша 20-30 мың отбасыға дейін барады. Олардың саны еркектер мен әйелдерді қосқанда 100 мың адамға дейін жетеді. Ал енді олардың туылу тұрғысынан үлкендер болып табылатын және бір анадан туғандар жайлы ақпарат берейік. Бірінші ұл Жақсу, оны тағы Жақсы деп те атайды. Оның нәсілінен Нұяқын руы, Ұрут және Маңғыт рулары бастау алады. Оның бірнеше ұлдары болған. Ең үлкені, кейін оның орынбасары болған ұлы Боран еді. Оның үлкен ұлы Шушы, оның үлкен ұлы Мергітай, оның ұлы Сұхабек. Ол Шыңғыс ханның ұлдарының замандас немере туысы болған. Екінші ұл Барын Шиел Тоқа биші. Оның ұрпақтарынан да көптеген рулар пайда болған. Оның Үрім атты ұлы болды. Оның ұлы Шаурбай байжу. Оның ұлы Шибай. Шыңғыс ханның ұлдарының замандас немере туысқаны болған. Үшінші ұл Қашула. Оның ұрпақтарынан Барлас руы тарайды. Оның үлкен ұлы Ардамту Барула. Оның үлкен ұлы Тудайын. Оның үлкен ұлы Шушия. Оның үлкен ұлы Бұлықан Қалаш. Ол Шыңғыс ханның ұлдарымен замандас немере туысқаны еді. Төртінші ұл Симқашун. Оның ұрпағынан Хадаркін руы тарайды. Оның ұлы Адаркидай болатын. Оның үлкен ұлының аты Науқын. Науқынның ұлы Хуқы. Оның үлкен ұлы Буражы. Ол Шыңғыс ханның ұлдарының замандас немере туысқаны болған. Бесінші ұл Баат Килуғай. Оның ұрпақтарынан Будат руы тарайды. Оның үлкен ұлы Күліген Мерген. Оның үлкен ұлы Тарқытай. Оның үлкен ұлы Қорыдай. Оның үлкен ұлы Шұрқыдай. Ол Шыңғыс ханның ұлдарының замандас немере туысқаны болған. Ал енді олардың туылуы тұрғысынан кіші болып табылатын және басқа анадан туғандар жайлы ақпарат берейік. Түнбине ханның 6-шы ұлы Қабыл хан, яғни Қабыл хан Шыңғыс ханның 3-ші атасы болып табылады. 7-ші ұл Одыр Баян. Оның әулетінен Жұрайыт руы тарайды. 8-ші ұл Боданжар. Лақап аты Болшар Дұқылан. Оның ұрпағынан барлық Дұқылат, Дулат рулары тарайды. 9-ші ұл Есутай. Оны тағы Жошын Ақу деп те атайтын. Оның әулетінен Бисут руы бастау алады. Ол отшіген еді. Отшіген сөзінің мағынасы кенже ұл болып табылады. Ол отбасымен ата жұртта қалады, яғни ошақ пен жұрттың иесі болады. Бұл жоғарыда аталған ұлдардың барлығының көптеген бауыры мен немере бауырлары болған. Содан көптеген руларға бастау болады. Олардың барлығы баһадүрлер, әрі құрметті адамдар болған. Алайда мұнда тек олардың арасындағы ең үлкендері мен
әкелерінің орынбасарлары болғандардың ғана есімдері аталды. Мұнда әрқайсысы өз әкелерінің орынбасарлары болған. Түнбине ханның үлкен немерелерінің аттары, олардың әрбірі Қабыл ханның ұлы мен немерелерінің қайсы бірінің замандасы болғандығы белгілі болуы үшін оның Қабыл ханның 5-ші ұрпағына дейін жазылды. Ал олар Қабыл ханның 5-ші ұрпақтары Шыңғыс ханның ұлдары болып табылады. Ал енді құрметті отандастар, жоғарыдағы деректерге сүйене отырып, Дулат руының Түнбине ханның баласы Боданжардан шығатынына көз жеткіздік. Қазіргі таңда Дулат руынан шыққан кейбір азаматтардың Шыңғыс хан біздің рудан, яғни Шыңғыс хан Дулат деген сияқты әңгімелерді айтып жүргендерін естіп қаламыз. Көп жағдайда болмаса да, бірақ осындай әңгімелерді айтатын адамдар баршылық. Ал енді Шыңғыс ханның руы жайлы және қазақтың басқа да рулары жайлы кең ақпарат алғыңыз келсе, біздің арнамызға тіркеліңіздер. Жаңадан шығатын видеолардан хабарсыз қалмау үшін қоңыраушаны басып, әрқашанда мұқият каналды қарап отырыңыздар.